Барша сайын достар, біз саяхатты бастаймыз. Міне бүгін біз 2024 жыл 22 сәуір Түркістан облысы Қазығұрт ауданы және де Қырыққыз деген таулы аймақтың айналасында жүрміз. Дәл қазір біз және де біздің сіздерге көрсетудегі мақсатымыз жалпы Қырыққыз жайлы көптеген аңыз әңгімелер ертегілер бар, бірақ оны айтып сіздерге ол жайлы біз айтпаймыз. Біздің жалпы көрсетейін деген мақсатымыз осы жердің табиғатын көрсетуді біз сіздерге мақсат қылдық. Сондықтан айналаны бір көріп шығыңыздар. Және де сіздерге айта кететініміз, біздің жалпы бүгінгі желідегі мақсатымыз осы сіздерге осы жердің табиғатын көрсету. Осындай әдемі жерлерді көрсету. Бұл жерде біріміз білсек, біріміз білмейміз. Сондықтан осы жерде көріңіздер. Жалпы Қырыққыз тас мүсіндерін көрген болсаңыздар, ол жерде мүсіндерде қыратты тастарды көресіз. Ал қазіргі жағдайына келсек, ауа райының, жаңбырдың көп жауу салдарынан тастар үгітіліп осындай халіне жеткен. Кім біледі, осы алдағы 10-20 жылда бұл тас мүсіндері осылайша үгітіліп кете берсе, сау қала ма, әлде жерменен тегіс болып үгітіліп топыраққа айналып кете ме? Сол үшін бұл мүсіндер толығыменен жоқ болып кетпейінше келіп тамашалап кетсеңіздер болады. Біз жан-жартылай болса да өзіміздің бүгінгі мақсатымызға жеттік. Мына төмен жақтан осы жерге дейін көтерілдік. Сіздерге егер біздің видео ұнаса, біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басып, пікір қалдырып, бізді қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Және де еліміздегі туризмді өзіміз дамытпасақ кім дамытады бізден басқа. Сондықтан өзіміздің еліміздегі туризмді дамытайық. Бізде қазір өте керемет көңіл-күй болып тұр. Себебі төменнен жоғарылап шыққаннан кейін шамалы терледік. Терлегеннен кейін адамның энергиясы шығады, көңіл-күйі де көтеріледі біршама. Екі саяхатшы жолға шықты, және де ең үлкен сындарды бағындырды. Әлде де кешеміз. Достар, міне біз Қырыққызға да жетіп келдік. Біз ана жақтан жүріп келіп жүріп сөйтсем мұнымыздың астында тұр екен ғой. Біз мұны Қырыққызға жетіп келдік, шамалы. Достар, біз ана көріп тұрған Сарқамаң алдына қазір барамыз. Видеоны көруде жалғастырамыз. Атмосфера өте керемет, және де қазақтың еліміздің осында кең байтақ жерлері бар. Бабалардан келе жатқан, аманат етіп қалдырған. Қалай осындай жерлерге біз қиянат жасаймыз мысалы үшін да. Өзіміздің табиғи
жер өте қорқынышты. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мыналар келіп көңіл күй көтеріп контент түсіріп жатыр екен деп. Елімізде болып жатқан соңғы жағдайларға жүрегіміз ауырады. Елдің бір шетінде болсын, солтүстігінде болсын, батысында болсын, шығысында болсын, іштей шынайы жүрегіміз ауырады, іштей қынжыламыз. Мен бүткіл осы оңай емес Қазақстанның тең жартысын, мысалы 100%-дан 50%-ын су басып болды қазіргі уақытта. Мен ол жақтағы бүткіл ағайындарға, бауырларға мен қайғыра көңіл айтамын. Және де осы видеоны енді барлық жақтан көреді, алдағы уақытта да көреді. Мысалы үшін қазір тамада бір 300-600 немесе 5000 адам көретін болса, егер алдағы уақытта біздің видеомыз, контентіміз өсетін болса, бүткіл елдеріне көреді. Сол үшін бізді анау сөкпеулеріңізді сұраймын. Бізді андай жазғырып, мыналар үйтіп жүр екен деп айтпауыңызды сұраймын. Біздің де көңіліміз ауырады. Сондықтан осындай табиғатты біз өзіміздің жұмысымызды тоқтатпау үшін, контентімізді жалғастыру үшін түсіруге келдік. Достар, жалпы біздің Қырғызға деген саяхатымыз осымен аяқталды. Және де біз осы жол арқылы осының биіктіктің арғы бетіне өткен кезде Қырғызға жеттік. Бірақ өзіңіз видеода көп шыққан боларсыздар. Ойға шығуына жептері машақат, телефоннан көзбен көрген басқа, бұлай өзіңіз кеп көрген мүлдем басқаша. Және де сіздерге ескертейік, біз Қырғызға Турбат арқылы келдік. Бірақ сіздер Шарапхана арқылы келсеңіздер, сіздерге ыңғайлы болады. Неге? Біз Турбат арқылы келдік, ауылдың ішімен, отыр жолдармен, кішкене шаң тозған жолдармен келдік. Және де ошақтан келіп, жоғарыға шығып, біз Қырғызды көрдік, бірақ оның алдына түсе алмадық. Неге десеңіз, оның алдына түсетін бұяқтан мүлде жол жоқ. Тек қана жол бар, Шарапхана арқылы келетін болсаңыздар. Мысалы, Шарапханаға келсеңіз, Шарапханадан 30 километр ішке кіресіз. Сол жақтан Қырғызға беймарал, пәш жақты, төмен жақты, Сарқамасутты беймарал көресіз. Қаласаңыз іше аласыз. Қаласаңыз Қырғыздың алдына келіп, үгітілген тастардың арасына келіп суретке түсе аласыз. Осы жердің адамдар айтты да бізге, осы ауылдың адамдар, Қырғыз жалпы үгітіліп кеткен тастар деп. Бірақ соның өзінде біз үгітіліп кеткен болса да ең соңғы қалдықтарын көруге үлгердік. Егер сізге де қызық болса, көріңіз. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, біздің каналымызға тіркеліп, және де біздің видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға, WhatsApp, Telegramдағы барлық чаттарға таратып жіберіңіздер. Және де Қазақстанда, Түркістан облысында, және де басқа да керемет туризмге лайықты жерлерде амандықта жолығайық. Аман болыңыздар. Сіздерге мобилограф керек болса, осы байланыс номерлерге хабарласыңыздар.